Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз қайталау. Мамандықтар әлемі бойынша білімдерін тексеру және бекіту, бөлім бойынша алған білімдерін қайталау. Мы сегодня повторим с вами знания, полученные по разделу «В мире профессии». Сонымен бірінші тапсырмамыз. Сөйлемдерді суретпен сәйкестендір, мамандықтарды ата, соотнесите предложения с картинками и назовите профессии. Тамаша. Орындап болсаңыздар, өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Келесі тапсырмада кіммен, немен сұрақтардың мағынасын түсініп қолдана аласыңдар. Следующее задание. Вставьте пропущенные окончания, которые отвечают на вопросы кіммен, небен, с кем, с чем. Орындап болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Келесі тапсырма. Кімге, неге сұрақтарына жауап беретін сөздерге қосымша жалғай аламын. В следующем задании надо добавить слова, которые отвечают на вопросы кімге, неге, кому, чему. Жарайсыңдар, молодцы. Өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Келесі тапсырма. Құралдардың атауын жаз. Олардың кімге тиесілі екенін айтып бер. Напишите название инструментов и скажите, кому они принадлежат. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Келесі тапсырма. Диалог құра. Суреттегі тауарларды сатушыдан сатып ал. Создайте диалог. Купите у продавца товары, которые изображены на картинке. Орындап болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырма. Дәрігерге сырқатым туралы айтып бере аламын. Здесь вы можете рассказать врачу о своей болезни. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Мына тапсырмада шаш үлгісін сипаттап беріңіздер. Опишите прическу. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Балалар, үйде менің сүйікті мамандығым тақырыбына шағын әңгіме жазыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.